Ауыл шетіндегі үй. Авторы Әкім Тарази. Әңгіме. Жұрт оны бұрын Қарағай Сұлтан деуші еді. Енді лақабы Жаман Сұлтан. Көзінше Сер Сұлтан дейді. Өзі естіген күні қатты күйініп, жыларман болған. Келе-келе ақыл тоқтатып ойлап қараса, жаман аталғандайық бар екен. Жұрттікі жөн, ел аузына қақпақ болармысың, мейлің деп жорыды. Еркебұланмен айтысып, ақыры өзі жеңіліп тынды. Ана өсіп кетті, қазір колхоз бастығының мал жөніндегі орынбасары. Шіреп жүр. Бұл болса қолдайлап, сушылықтан бір-ақ шықты. Одан бір көтерілгендей болған, ауылда дүкенге сатушы қойып еді. 2 ай істеді ме, істемеді ме, босап қалды. Ендігі тірлігі сушылық, қызылша суғарады. Күні-түні ұйқы жоқ, әлек. Жұрт сүйгендей қылығы болсайшы, оны өзі біледі. Көктемде Сұлтан арақтан өліпті деп жұртты бір дүрліктіріп, ақыры өзі күлкі болды. Басқа ауылдың қазақтары бұның өліп тірілген күні, «Хей, иттің қатыны, сөңкем қайда» дегенін 2 жиынның бірінде айтатын көрінеді. Әкесі Дулат қарт, ынжықсың деп ренжіп, қасына бір жәрдемші бала алып, колхоздың қойын бағып, ол кетті бөлініп. Жалғыз әкесін асырай алмағаны ғой сонда. Бұдан өткен қорлық бар ма? Көкөзек 300-ден аса түтін екен. Соның бәрі түгел, бірі қалмай шатырлы, әдемі үйлер сал болған. Жатаған ескі үйде отырған жападан жалғыз Сұлтан өзі ғана. Заманы түзу, ақ түйенің қарны жарылып жатқанда жөнді сай салып ала алмағаны жамандаған емей, немене? Осының бәрін ойлап, Сұлтан қатты қапа болды. Өзіне қапа болды. Аспан тұтасқан бұлт. Айдалада, тоған басында, байламаның суық цементінің үстінде Сұлтан жалғыздан жалғыз отыр. Ашқарақ маса, денесінің ашық жерін тызылдатып талап жеп барады. Мұндайда адам көңілді болушы ма еді? Мұндайда адам өзіне өзі сүмірейіп көрінетті. Мана, күн батар алдында өзінің пөмешінігі Батырхан деген 9-шы бітірген бала екеуі ауылдан 10 шақты шақырым темір жол астындағы өгіз өлген деген ойпаңдағы 30 гектар қызылшаны суғаруға келген. Атын өшкір мына каналдан су бұратын темір қақпаның көтеретін бұрандасы тас болып қатып қалыпты. 2 адамға бой беретін емес. 5-6 жігіт суға түсіп, астынан көтеріп, 2-3 жігіт үстіндегі бұранданы бұрамаса көнбес. Соны колхоз бастық қайт, адам жіберсін деп, Сұлтан торыға мінгізіп, Батырханды ауылға жөнелткен. Сағат 11-лер болып қалды. Батырханнан әлі хабар жоқ. Жаңа бір әзірде ғана самсап тұрған ауыл оттары селдіреп, қаусап барады. Ел жатар кезде кім келуші еді? Колхоз бастық ауылда болса жақсы, жоқ болса ше, Батырханға кім көнсін? Сұлтанға көмек береміз деп жұлқынып тұрған жан бар мекен? Тағы 1 сағаттай күтейін, тым құрыса Батырханның өзі келер, келмесе кетермін, өлем бе түге деп жорыған. Түн тымырсық, қапырық, масасы құрғырда талап барады. Аузы басы, білектері көнектей болған шығар. Көнектемекші деп Сұлтан күбірете қалды. Табанда көңілі тоза түсіп, жыларман халге келді. Ендігі дерті қарындасы, бет аузы көнектей, аяқ қолы добалдай, 20-сына дейін үйде отырды. Әке-көке деп темір жолда істейтін бір жігітке ұзатып еді, тұрақтамады. Жыл жетпей қайтып келді. 2 айдан бері үйде отыр. Қорлық емей, бұл немене? Оның тағдыры не болмақ? Көзге шыққан сүйелдей, ода бір азап. Оты жарқылдап, ауылдан бір машина шықты. Бастық ауылда екен, көмекші берген ғой. Сұлтан қуанып тұрып кетті. Бұл бастықтың Сұлтанды елегені де, адам деп қажетті, маңызды деп мән беріп, көмекші бергені де, елегені. Хей, біздің жаңа бастық жақсы адам өзі. Іскер, жағымпаздар жолдан тайдырып жібермесе, тәуір болатын түрі бар деп бір түйді Сұлтан. Машина қызылшаны жиектей келіп тоған басына тоқтады. Әбудің автобус екен. 2-ші бригадаға тіркелген көлік. Автобуспен 4-ақ жігіт келіпті. Болыс, Акбар, Танабай, Шопыр, Әбудің өзі. Шақыруға кеткен Батырхан қалып қойыпты. Үйлеріне кісі келген екен, әкесі жібермей алып қалыпты. Қуақ тілді болыс қалжыңдап кекете келді. Сені шұрт Жаман Сұлтан деуші еді. Енді мен оған мұртымды кесіп алсаң да сенбеймін. Сен қасиет дегенсің ей. Қатындарымыздың ыстық қойыннан жұлып алып,
сұлтанға көмекке барасың деп жіберді-ау. Не деген күш десеңші. Тоңмойын, бұқа көз Ақбар ызалы екен. Бастықтан қорыққанынан келсе керек. Күштінің арты диірмен тартады. Ал біз саған бағынамыз. Не бұйырасың? Мықты дейді. Сұлтан машинаның жарығында ыржиып күліп тұр. Не десе о десін, көмектерің берсе болған. Көмекке келген жігіттер құр кетуші ме еді деп Батырханға 2 шыны арақтың ақшасын беріп жіберген. Батырхан сендерге ештеңе деген жоқ па деп аңдап қана сұрап көріп еді. Танабай шалбарының қалтасынан 2 шыныны суырып алды. Сұрап тұрғаныңыз мынау болар. Тоғанның жағасына жайғасып отырып 5-еуі 2 шыны арақты бөліп ішті. Даудырлап сөйлеп қыза бастаған. Сұлтанның өз есебі өзінде. Тез-тез шешінді де байламаның түбіне суға секіріп түсті. Түнгі су салқын, аласа жігіттің алқымынан келеді. Бірден қалтыратып тоңдырып жіберді. Сөйте тұрып көңілді дауыспен жар салып тұр. Ой, шіркін, су қандай жылы, ыстық па деймін деп қояды. Сондағы ойы қызу жігіттер суға тез түссе, байламаны тез ағытып жұмысын тындырып алса, қу жігіттер оның бұл қулығын аңғармасын ба? Жаның шықсын, жаның шыққырдың қулығын қарай көр деп болыс күліп жіберді. Сенбесеңдер міне деп сұлтан сүңгіп шығады. Сұлтанның көмек бермей кетіп қалама деп қипақтауы жігіттерге де әсер етіп, ниеттері бұзылып тұр. Су суық, түн ортасы, шер арағын ішіп алды. Сұлтанның енді берері сірә жоқ. Тайып отырса бастық көп болса ұрсар да қояр. Танабай, «Әй, жігіттер, әдейі келген соң көмектесейік» деп өзі бірінші шешініп, суға түспесе, басқалар кетіп ақ қалатындай еді. Басқалар да амалсыз шешіністі. Темір тосқауылды көтеру онша қиын емес екен. 10-15 минутта іс тынды. Сенен жартылық жетін болдық десіп қайтып кетті. Сұлтанның қасында Танабай қалды. Ең құрығанда сізге ермек болуға жарармын дейді, кетие күліп. Сұлтанның іші жылып сала берді. Осы жігіт адам болатын жігіт деп жорыды. Су мол екен. Екеулеп күн шыққанша өгіз өлгенді тегіс суғарып шықты. Сұлтанның үйі жұтаң. Бар көрпе жастығы төсегінің үстінде жиналған. Еденге киіз төсеулі. Киіз үстінен құрақ көрпе. Дастархан жайып екеуі шай ішіп отыр. Сұлтанның келіншегі мен қарындасы Қызылшаға кеткен. 4 қызы бақшада. Сұлтанның өзі шай қайнатқан. Өзі шай құйып отыр. Танабай әңгіме шақ екен. Басын бір жағына қисайтып алып, асықпай саспай баптанып отырып, әңгімен өрбіткенде тыңдаушының аузы ашылып қалады. Сұлтан ойып тыңдайды. Бала өз өмірін сыр етін айтып шыққан. Жетімдігін айтқан, туыссыз, жанашырсыз қиын екендігін айтқан. Россия жақта өсіпті. Танабай деген атты өзі қойған. Паспорттағы аты Анатолий көрінеді. Соны айтқан. Ана тілін ұмытып қала жаздапты. Елге келгені өзін қазақ сезінгісі келген екен. Соны айтқан. Көктемде Танабай қартқа 2 күн көмекші болып қой бағу қолынан келмейтініне де көзі жеткен соң ауылға қайтып киномеханик болып жүргенін айтқан. Сұлтанның іші жыли түсті. Қазір деп далаға шығып кетіп, 3 шыны арақ алып келді. Ойы өзі ұнатып қалған жігітті жақсылап, сыйламақ. Ішсін, мұндай адамнан немді аяймын деп жорған. «Ей, мына Тұрардың дүкен ұстағаны маған дұрыс болды» деп даладан күле кірді. «Жаңағы өзің айтқан Танабайдың баласын айтамды? Мына біздің көршідегі үлкен үйді көрдің бе? Сол соның үйі ғой. Күндіз болсын, түнде болсын, барып, сүйреп ап келем, арақты айтамды». Екеуі бірінші шынны жаңадан аша бергенде 2 жігіт сау өте қалды. Бірі бұқа көз Ақбар, екіншісі Еркебұлан. «Сүйінші сұрай келдік» деді Еркебұлан есік алдында күле тұрып. Жұтаң үйді көзімен бір шолып өтті. Бұл үйге келгенім, сұлтанға істеген жақсылығым дегендей еркелей еркін сөйлейді. «Кәне жігіттер, отырыңдар, төрге шығыңдар, келгендерің қандай жақсы болды» деп сұлтан қалбалақтатта қалды. Әлгі әзірде ғана колхоз бастық ауданға бара жатып жолшыбай өгіз өлгенге соғыпты. Сұлтанның түндегі ісін көріп дән риза болыпты. Қызылша тегіс мол суарылған екен. Сұлтанды мақтапты. Өзі содан осы ауданға кеткен. Ақбар мен Еркебұлан ауылға тартыпты. Келгендері осы.
Ал сүйіншіңді әкел деп ішім иіп отыр. Бәрі болады, сүйінші де болады, бәрі болады. Кәне шай алыңдар, кәне арақтан алып отырыңдар. Ниеттерің қалсы екен, ертеңгі дәмнің үстінен түстіңдер деп сұлтан қомпаңдап, кәдімгідей қуанып қалды. Еркебұлан мен Ақпар сұлтанды құттықтап келсе де өздерінің бұдан артық екендігін бір сәт ұмытар емес. Жаманмен теңеліп қаламыз ба деп қорыққандай, сұлтанның жамандығын айтып көзге шұқи берді. Асырауың кем боп жүр, әйтпесе сен адам болуың мүмкін, әлі де асыраса адам боп кетуің мүмкін деп екеуі бір-біріне қарап ырқ-ырқ күледі. Сұлтан да ақсиып күле береді. Енді қайтсын, өз үйінде қонақ не айтса да көтеруі шарт. «Ей, Сұлтеке, қалай өліп тірілгеніңді айтшы, о дүниеде не көрдің сонда?» деседі ана екеуі. Деседі де бір-біріне айтып мәз боп күліседі. Сұлтан ыржия береді. «Ей, Сұлтеке, сіз осы күнде арыз жазуды қойыпсыз ғой, сол рас па?» деседі. «Сіздердің еліңіз бетпақ даланы мекендейтін көрінеді ғой. Сіз бұл жақта не қып жүрсіз? Ойбай-ау, бұл кісі ер тарғын ғой. Ер тарғында еліне симай келіп қазақты қорғаған жоқ бет. Сонда біздің қамқоршымыз Сұлтекең екен ғой. Жай сұлтан емес, сері сұлтан» деседі. «Сұлтеке, қарындасың қайда?» «Қарындасыңды айтам». «Қарындасыңды бордақлап семіртіп жүрмісің? Қашан сатасың енді оны?» «Қарындасын сатып, сосын 4 қызын сатып Сұлтекең бір байиды әлі. Со кезде біз сияқты мүсәпір пақырларды ұмытып кетпе. Қарайласып жүр, қол ұшын беріп тұр. Қараушым еді, ұмытып кетеді, менсінбей кетеді» деседі. Деседі де арқылдап кеп күледі екеуі. Сұлтан ыржалақтай береді. «Не десін басқа?» Мына екеуің бір-біріңді тауыпсыңдар ғой. Апырмай десеңші, ауылдағы ең бай адам осы. Сұлтан әбден байып алғанша қарайласа тұрғаның жөн қойға», көшті екеуі. Танабай мәдениет сарайының бір бөлмесінде жалғыз тұратын ең бай адам деп отырғандары сол Танабай да мына екеуі келгелі сөзден тыйылып, өзін ыңғайсыз сезініп отырған. Ол да ыржиып күледі де қояды. Анау екеуі түске дейін отырды. Айтқандары жаңағы. 3 шын арақты тауысып, күліп кетті. Тап жүрер алдында Еркебұлан: «Мына екеуің бір-біріңді дұрыс тапқан екенсіңдер» деді де тағы кекетті. Еркебұлан мен Ақпар кетісімен Танабай тықыршып отыра алмады. Орнынан тұрып терезе алдына барды. Қайта тұрды, тұрды да далаға шықты. Жаңағы екеуінің қылығы, әсіресе Еркебұланның соңғы сөзі бірте-бірте жігіттің намысын қоздырып шыдатпады. Ызаға булығып, есік алдында арлы-берлі жүріп алды. Сұлтанға ештеңе демеді, сыр бермеді. Мыналар дәл уақытылы кетті, әйтпегенде қырғын төбелес болатын еді деп ойлады. Қойшы, ақымақтардың сөзіне, өзіне көңіл бөліп татымайды деп өзін-өзі жұбатып та көрді. Болмады, іші қайнай түсті. Мазақтап кетті, жерлеп кетті. Сонда бұл жаманда олар жақсы болған ғой. Қап, мына қазақтарда ая деп теңселіп жүріп алды. Сұлтан: «Үйге кір, ұйықтап демалайық» деп еді. Жігіт көнбеді. «Рахмет, кетем» деді. Сұлтан онымен ере шықты. Кеңсе жақта шаруасы бар екен. Мәдениет сарай ауылдың дәл ортасында. Колхоз кеңсесі соның алдында. Кеңсеге жақындаған сайын Танабайдың денесі түршігіп, тісіне тимей қалшылдай бастады. «Жаңағылардың тезірек кеткені жақсы болды, әйтпегенде сойқан болатын еді» деді жігіт Сұлтанға. Сұлтан да солар жайлы ойлап келе жатса керек. «Қайтесің соларды? Қызыл көз бәле емес пе?» деп күрсініп қойды. Жігіт үйіне бұрылмай кеңсеге бұрылды. Әрине төбелес құрсын дей берді өзіне. Табалдырықта тұрып, басаношкісінің ілгектерін мықтап іліп, көйлегінің жеңін түре түсті. Өзін ізі билей алмады. Еркебұлан мен Ақпар есеп қисапшының бөлмесінде екен. Танабай: «Ағай, бер келіңізші» деп шақырып алды. Еркебұлан жақтырын қарамай: «Не айтасың?» деп дәлізге шыға бергенде Танабай: «Жаңа не дедіңіз?» деді де егінің астынан қойып жіберді. Еркебұлан мұндайды күтпеген. Шалқалай барып, есеп қисапшының бөлмесіне сүріне қабына кіріп құлай жаздады. Денесі алпамсадай болғанмен, бұқа көз Ақпарда жүрек жоқ екен. Танабай қырғидай атылып келіп, жағынан бір-екі салғанда кеңседен зыта шықты. «Ойпыр-ай, мынау итің дүлей ғой, дүлей» дейді. Көзі шарасынан шығардай. Еркебұлан қайратқа мініп: «Көрсетейін мен саған» деп тұрып ұмтылып еді. Танабай
Ашу-ызадан көзі қарауытып кеткен. Столдың үстінен пресс-папьені ала сап, Еркебұланды құлақ шекеден бір ұрып ұшырып түсірді. Жұрт шабылып Танабайды әзер тоқтатты. Содан 2-3 күнге дейін ауылда әңгіме осы төбелес жайлы болды. Апырай, бойы шапшағым болса да, өзі шақар екен. Құрысын араша түспесе, мысық мұрты өлтіріп қоятын ызақор екен. Еңгезердей бұқа көздің еңкілдеп қашқан айтса іштесті. Бұл тарихты естігенде колхоздың бастығы езуінен күлгенде қойған көрінеді. Оны сансаққа жүгіртіп, бастық пен орынбасарының арасы бұзыла бастаған ғой деп жорыды сөз аңдыған пысықтар. Соңғы кезде сұлтанның қолы жүріп берді. Бұған 2 себеп бар деп жорыды ол. Біріншісі, Танабай бұл кетік бала жай бала емес, қызыр. Сонымен жанасып достасқалы сұлтанның ісі оңға баса бастады. Өзі еңбекқор екен, жалықпайды. Күндіз-түні сұлтанға көмектесіп 6 суғаратын қызылшаны 9 суғарды. Колхоз бастығы сұлтанға риза. Сұлтеке деп іш тартып айтқанын істейді. Сұрағанын береді. Екіншісі, өзім деп жориды. Көктемде өліп тірілгенін қайта-қайта айтып, жұрт кәлеке тәлкек қыла берген соң сұлтан, ол тегін емес. Ата-бабаларымыз әр уақыты болған екен, маған қонайын деп жүр, жағалап келіп айналдырып жүр. Қона алмай жүр бірақ, дейтінді шығарған. Сұлтеке, аруақ сізге неге қона алмай жүр дегендерге сұлтан қулана күліп, қысық көздерін сығырайтып, арақ ішіп қоям, аруаққа соны мұнамайды дейтін. Сол сұлтан бүгін елір боянды. Қатын, көзіңді ашшы, мен бір түс көрдім, соны жорлық деді. Түсінде биік аспан көріпті. Көкжиекке тірелген теп-тегіс жазықта жайқалған қалың бидай көріпті. Бидайдың арасын аралап, ақбоз ат мінген Сәнжанды көріпті. Тіптен биік, басы көкке тірелді дейді. Деді де түсті өзі жорыды. Қалың бидай береке ғой, осыдан байқада тұр, Сәнжаннан бір жақсы хабар келер деді. 2-3 күннен өткен соң, кеңсеге келсін дегенге барса, шақырған мысық мұрт Еркебұлан. Жаманның айтқаны келмейді, сандырағы келеді деп анау мырс етті де, сұлтанның қолына республикалық газетті ұстата салды. 4-ші бетте Сәнжанның суреті басылыпты. Күнім-ау, мынау Сәнжан ғой деп айқайлап жіберді сұлтан. Бәсе. Сәнжан туралы қарызыңды қалай өтермін, елім менің деген үлкен очерк бар екен. Сәнжан студент кезінде кандидаттық диссертация қорғап, математика саласында дүниежүзілік маңызы бар үлкен жаңалықтар ашқан. Осы жақында ғана жігіт докторлық диссертация қорғапты. Онысы шет елдерде де зор баға алыпты. Колумбия университетінде лекция оқып қайтыпты. Осы уақытқа дейін Москва түбіндегі бір ғылыми орталықта істеген. Ендігі шұғылданып жүрген тақырыбы космос теориясымен байланысты болғандықтан Алматыдағы обсерваторияға ауыспақшы екен. Міне, мен айтпадым ба? Айттым ғой деп сұлтанның қара өңі күрең тартып қуанып кетті. Айқайлап жіберді. Жаманның айтқаны келмейді, сандырағы келеді деді. Еркебұлан тағы да, мейлі, ол не десе о десін. Сұлтанның өз есебі өзінде. Әруақ аян берді. Бұл ақиқат. Келесі апта бойы сұлтан Танабайға Сәнжан туралы әңгіме айтып, құлағының құрышын қандырды. Жақсыдан шарапат. Танабай деген бір айналайын бала боп тұр ғой дейді сұлтан. Танабайдың қалада Мақа деген жолдасы бар екен. Сол іздеп келіпті. Танабайдың қонақ күтер мүмкіндігі белгілі. Сұлтанның үйіне жатқызды. Жігіт шегір көз, арық сары. Танабайдың өзіне сай. Ақ көңіл, жұрттан жасыратын сыры жоқ. Ешкімнің көңілін жықпайды. Іш десең ішет, же десең жейді. Келген күні алдан бас тарта алмай, қалбалақта қызып қалады. Сырын ақтарып салды. Қарт әке-шешесінің қысымымен қыз дей шығыпты. Сұлтанның үйінде жатып қарындасы Гүлгаухарды жақтырып алмақ болды. Келесі сенбі күні кешкі сағат 5-те келіп, осы ауылда тойын өткізіп, алып кетуге келісіп аттанды. Сұлтан қарындасын ұзатарын естіп, колхоз басқармасы бір ту қой 100 сом ақша босатыпты. Бұған сұлтан мәз. Елім игі ниет білдірген соң, мен аянып қалам ба деп, ол езінің 2 саулығының бірін жайратып салды. Екіншісін сатып, колхоз берген ақшамен қосып, 3 шәшік арақ алды. Қант шайын әзірлеп дастарханын жайып, сенбіні күтті. Үйі тар, 5-6 адамның басы сыймайды.
Есік алдын су сепкізіп, сыпыртып, ши бойыра төсетіп, көрші тұрардың үйінен көлемді екі текемет әкелді. Ауылдың атқа мінерлеріне алдын ала хабар берген. Сағат 4-ке шақырған. Бір сыпыра жұрт жиналып, шай ішіп, ақаңнан бір ташлап алып, күйеуді күтіп отыр. Гүлгауһар қызыл шайы көйлек киіп, басына газ орамал салыпты. Ұзатылатын қыздай жасанып төрде отыр. Қасында 3-4 қыз келіншек. Бейбастау жігіттер жұрттың көзін ала беріп, төргі үйге зып беріп кіріп кететті. Кетер қыздың қарызы болады, соны беріп кет. Апырай, енді сен кеткен соң біз қалай күн көреміз? Қадіріңді білмей жүр екенбіз ғой деп, іліп қағып шымшып, құшақтап, қыздың мазасын алып жүр. Гүлгауһар үлкен ала көзімен жігіттерді ата қарап, үндемей отырады да, тым таяп келгендерін көлемді тастай қатты жұдырығымен бір түйіп қалады. Қасындағы қыз келіншек сықылықтай күліп, шуласып, жігіттерді үйден қуып шығады. Дәл сағат 5-те асфальт жолдан ауылға қарай бір Волга бұрылды. Күйеу кеп қалды деп, жұрт дүрлігіп, әйелдер абыр-сабыр жүгірісіп қалып еді, Еркебұлан екен, қаладан қайтыпты. Ит те болсаң құрдасым ғой деп. Сонда да сен ит үшін емес, анау Гүлгауһардың тойы деп келдім дейді күліп. Тойыңа қосқаным деп бір жәшік шампан әкеліпті. Бұны көріп, басқа жігіттер ыңғайсызданып қалды. Қыз ұзатар тойға дүние келуші ме еді? Апырай, біз оны білсекші? Жай Еркебұланның шығарып жүргенде, әйтпесе о заманда бұл заман қыз ұзатар тойға дүние келгенді көрген емеспіз десіп жатыр. Танабай той дайындығын өзі басқарып, сарай алдында сәбіз турасып, қазанға ет салдырып, сүйтейік, бүйтейік деп сабылып жүрген. Еркебұланның машинасы келіп тоқтап, ішінен перизат түскенде, Танабай еріксіз аузын ашып тұрып қалды. Перизатты көру осы еді. Ауылдық жерде бұндай ауру болады деп ойламаған. Мынау нағыз елік қой, мынау нағыз теңіз түбінен табылатын асыл тас қой деп әдетінше сөйлеп тұр. Келіншек сүліктей денесіне тар, қара кимоно киіпті. Жұп-жұмыр төсі, жіңішке белі, жұп-жуан, бір өрім ұзын шашы, қара көйлек, қара туфли, қара шашы нұрландыра түскен әппақ жүзі, әппақ төсі, әппақ түзу сирақтары жігіттің қиялын динамитке жіңішке шыныр бойын бойлап келетін оттай сыздатып келіп лап еткізді. Жігіт жүрегі үліп ете қалды, тәтті бір қуаныш сезім бойын билеп алды. Еркінен тыс келіншек жүзіне қайта-қайта ұрланып қарай берді. Келіншек мойнына үлбірек ақ орамал байлапты. Қиғаш келген үлкен көздің астында қоңыр көлеңке. Қоңыр көлеңкені көргенде Танабай Еркебұланға қарады. Ақ тістерін ақситып күліп тұр екен. Екеуі шіркін қосылғандағы екен. Жұп деп осыларды айт дегенде Танабай амалсыз күрсініп қалды. Күйеу бала әне келеді, міне келеді деп отырғанда күн кешкірді. Апырау келмеді-ау, неге кешікті екен? Ой, ол үйтіп бәлсінетін болса қызымызды бермейміз десті. Қалжыңдап күңкілдеп шыға бастады. Танабай қысыла бастады. Доспыныкі ол кешіккен сайын бұл қипақтай түсті. Сұлтанның да жүрегі ақырын сыздап қояды. Күйеу бала келмей қалып масқара болмас бекеміз деген қауіпті бір ұры ой кірді көңіліне. Не бопты, әлі-ақ келеді деп өзін-өзі жұбатып қояды. Күн батты. Енді жұрттың бәрі қысыла бастады. Жігіттердің бірі төргі үйге кіріп кетіп Гүлгауһарға: «Ой, сенің жігітің келмейді енді. Сен не қылсың? Басқа сұлу тапқан ғой» деген екен. Гүлгауһар болса: «Я саған» деп әлгі жігітті ұрып жығыпты. «Я кеп қалар, қазірақ жұрт иіріліп бос отыра ма? Тарт табақтарды» деп бұйырды сұлтан. Жұрт ішіп жеуге кірісті. Әңгіме дүкен, күлкі қалжың қыза жиналғандар түнгі сағат 12 дейін отырды. Күйеу келмеді. «Жа, енді ол келмейді» деді біреу. Жұрт енді келмейдіге жорып, бірақ сұлтанның көңілін қимай, «Кеп қалар, ертең келер» деп тарасып кетті. Танабай қатты қысылды. Ешкім оғаш ештеңе демесе де, кінәні өз мойнына алып, ұялып жүр. Жұрт тарап, дастархан жиналды. «Келушімет, бізді ақымақ қып кеткен ғой» деп Зара долданып шыға келді. Жасанып төргі үйде отырған қызға жекіді. «Шықсаңшы бері, Сыланбай. Жинас мына әдіре қалған дастарханды». Білегін сыбанып Гүлгауһар далаға шықты. Үлкен көздер алайып, кіжініп тұр. «Осыдан келсінші, қараң қалғыр» дейді. Ыдыс аяқты жинап, сарайдың есігін құлыптап, үйге енді кіре бергенде есік алдында гүр етіп келіп бір машина тоқтай қалды. Такси екен.
машинадан Мақа түсті. Қасында қызыл жаға сержанты бар, ештеңе демейді, ыржиып күліп тұр. Сұлтан да, Гүлгауһар да, Зара да не дерін, не істерін білмей сасып қалды. Танабай ғана ашуланып, сені адам деп жүрген мен ақымақ екенмін деп еді. Сонда ғана барып Мақа өзінің кешіккеніне кешірім сұрады. Апырай, қызық болды ғой, енді жұртты қалай шақырамыз деп еді. Сұлтан Мақа қысыла күліп отырып кешірім өтінді. Аға, кешіріңіз әрине, деді ол. Менен иттік болды, кешіріңіз. Кешігіп қалдым, милицияға түсіп қалдым. 15 өткеге жатқызып қойды. Енді 10 күні қалды. 10 күннен кейін өзім кеп той жасап, енді сөйтеміз енді. Күйеу бала қасындағы милиционермен 1 сағаттай отырып шай ішіп қайтып кетті. Содан айтқандай 10 күн өткенде келіп, қойын сойып, шығынын өзі көтеріп, Гүлгауһарды алып кетті. Тағдырдың мұндай қырсығын талай көрген Сұлтан бұған да мойымады. Әйтеуір қарындасының орналасқанына қуанды. Тамыз айының аяқ кезінде Қызылшашылардың облыстық слеті болған. Соған көкөзектен барған 3 адамның бірі Сұлтан болды. Жиын темір жолшылардың мәдениет сарайында өтті. Бір үзіліс кезінде Сұлтан бақ ішінде sıраның кезегінде тұрып, Мақа мен Гүлгауһар келе қалды. Серуендеп шыққан түрлері бар. Қоярда қоймай Сұлтан үйлеріне шақырды. Ақыры Сұлтан қазақ салтын бұзып, әлі түспеген күйеу баласының үйіне барды. Темір жол астындағы 2-ші Шаңғарақшы көшесінде өз алдына бір қауым құрып, қазақтың тама деген ру отыратын. Өздері ақ көңіл, қонақшыл ел екен. Құда келді деп жандар қалмады. Мақаның туған туысқандары бірінен соң бірі шақырып, Сұлтанға 3 күн ұдайы сый құрмет көрсетті. Жүрер алдында Мақа, ағатай, алыс берісіміз әлі бола жатар, алда ғой, үй салуға ниетіңіз бар екен деп, бір үлкен үй салуға жетерлік ағаш, жабуға жетерлік шифер атады. Өзіне 150 сомның қымбат костюмін кигізді. Сұлтан мәз, шалқып қалған, бірақ Сұлтан сұлтандығын істемей қалсын ба? Тап, жүрер алдында Мақаның әкесінің інісі Әлменбет деген кісінің Сарбалақ деген бір күтіне көзі түсті. Түсті де қызықты. Қызықты да көңілі бұзылды. Сонда өзі үшін емес, өзі құс қадірін біле бермейтін Танабай үшін қалада өскен жігіт. Құсымыз болса, құс салсақ шіркін деп армандай беруші еді. Соны қуантпақ. Көңілі бұзылды да сұрамақ болды. Сұрайын десең қайсыз, ағаш, шифер берді, костюм кигізді. Енді құсын сұраса қанағатсыздық. Ар ойлап, бер ойлап Сұлтекең тәуекелге бел байлады. Шілтейіп, нып-нығыз боп төрде отырып алып, Сұлтан өзін құрметтеп, ілтипатпен қоршап отырған елдің кәрі жасына бағыштап, асықпай, саспай, өзінше мәнерлей сөйлеп, бұйымтайын айтты. Бұрында жат емесек, деп Сұлтекең өзі салмақты болу үшін 2 рудың атын атап өтті. Жазмыш солай екен, енді тіпті жүда жақын болып кеттік деді. Аралас құраласымыз жаңа ғана басталды ғой, келдік, жақсы сыйлап қарсы алдыңыздар, рахмет, деді. Үй салатын ниетіміздің бар екенінде рас. Ескеріп, құрылысқа керекті материал атағандарыңыз да жөн. Бірақ рахмет оларыңызға алмайым. Маған тоқ етерін бірақ айтқанда, ана Сарбалақты қисаңыздар, деп салды. Тамалар бұны күткен емес, жым-жырт отырып қалды. Бір-біріне қарасты. Сұлтанға қарады. Құда мығым отыр. Бүлк етер түрі жоқ. Ақыры Әлменбет құсшының өзі тіл қатты. Адам алып отырып, құсымызды қимасақ кім болғанымыз, деді ол. Байладым Сарбалақты құдаға. Келесі аптада өзім жеткізіп берем. Құдалар кәрісі бар, жасы бар 30 шақты адам Сұлтанды автобустың аялдамасына дейін шығарып салды. Жастар жағы қызулау құшақтасып, сүйісіп қоштасты. Автобус қозғала бергенде Сұлтанның арт жағында отырған 2 келіншектің бір әдейі қаттырақ сөйлеп, бүкіл ел жиналып шығарып салып жүргендер кім десем, мына бір шілтеген қара екен ғой, дегені. Мейлі жұрт не десе о десін, мұндайды естімей жүрген Сұлтан ба, Танабай қуанатын болды. Сұлтанға керегі сол болатын. Қарағай Сұлтан. Өліп тірілген Сұлтан. Жаман Сұлтан еді. Енді қарындасын құсқа айырбастаған Сұлтан атанар. Мейлі, Танабай қуанса болғаны. Сұлтанға керегі сол. Әңгіменің соңы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.